Сәлем достар, бүгін біз сіздермен өте нәзік болып шығатын 3 шоколада пирогын дайындайтын боламыз. Менімен бірге болыңыздар. Ең алдымен кеңірек ыдысымызға жұмыртқамызды, құмшекерімізді және шым тұзымызды салып, миксердің ең жоғарғы жылдамдығында 2-3 минут ағарғанша миксерлейтін боламыз. Барлық құрғақ ингредиенттерімізді, яғни қопсытқыш, какао, ұнымызды өзара араластырамыз. Сонан соң міндетті түрде желектен өткізе отырып, жалпы массамызға қосамыз. Барлығын тағы да араластырамыз. Соңынан сүтімізді қосып, венчикпен араластырамыз. Диаметрі 20 сантиметрлік формамызға пергамент қағасын төсеп, қамырымызды құямыз, бір тегіс қылып жаямыз және қызып тұрған духовкада 170-180 градуста шамамен 20-25 минут дайын болғанша пісіреміз. Біздің бисквитіміз дайын болғанша пропитка жасаймыз. Ыстық сүтімізге какаоны қосып араластырамыз. Бисквит ыстық кезінде бетін осылай вилкамен тесіп шығамыз және пропиткамызды құямыз. Өте нәзік бисквит болып шығады. Ганаш дайындау үшін шоколадымызға ыстық сливкимізді құямыз, 1 минут күтеміз шоколадын ерген. Сонан соң барлығын біртекті қылып араластырамыз. Бізде осындай ганаш шықты. Енді оны суытуға қоямыз. Мұздай холодильниктен шыққан 33-35% сливкимізді миксерлейміз. Ерген балмұздақтай болған кезде миксерлеуді тоқтатамыз. Суыған ганажымызбен осы сливкимізді лопатканың көмегімен жоғарыдан төмен қарай абайлап араластырамыз. Бұл біздің шоколадты креміміз болады. Бисквитіміздің бетіне кремімізді саламыз және біртекті қылып жайып шығамыз. Сонан соң мұздатқышқа 2 сағатқа салып қоямыз. Пирогымыздың бетіне какаоны осылай сеуіп шығамыз. Сонан соң пышақтың көмегімен шет-шетінен өтіп, пирогымызды формадан босатып аламыз. Өте нәзік, жұмсақ, ауызда еритін 3 шоколада пирогымыз дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Егер сіздерге видео ұнаса, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Келесі видеода жолыққанша сау саламат болыңыздар.